Сәлем достар, біз бүгін панкейки жасаймыз. Оған бізге 2 жұмыртқа, айран, қант, жарма ұнтағы, разрыхлитель, кішкене тұз керек болады. Бірінші 2 жұмыртқамызды осылай жарып аламыз әдемілеп. Содан кейін үстінен 4 қасық қантымызды саламыз осылай. Жақсылап араластырамыз венчикпен. Шым-шым тұз қосып жібереміз кішкене ғана. Содан кейін тағы да жақсылап араластырамыз. Айран құямыз үстінен. Мен 1,5 стақан айран құйдым. Бір келкі етіп жақсылап тұрып араластырамыз. Содан кейін үстінен жаңағы манная крупамызды саламыз. Жақсылап бір келкі етіп араластырғаннан кейін үстінен кішкене разрыхлитель қопсытқыш салып жібереміз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстінен осылай салафанмен майчикмен жауып қоямыз, тұндырып бір 10 минутқа қоясыздар. Мінекей 10-15 минут өткеннен кейін осылай араластырып көресіздер. Дрожь қосылған сияқты болып тұрады, тестаңыз осылай көтеріліп әдемі болып. Содан кейін осылай маечкаға салып аласыздар. Арнайы маечка болса, арнайы маечкаға салсаңыздар жақсы. Менде арнайы маечкам бітіп қалған, сол үшін кәдімгі маечкаға салдым. Сосын жақсылап воздухын шығарып, осылай байлап, әдемілеп, бір жақ шетін ғана тесесіздер, кесіп аласыздар. Қызып тұрған майымызға осылай құямыз. Сөйтіп, бір жақ бетін әдемілеп қызартып пісіріп аламыз. Бір жақ қызарып піскеннен кейін жайлап, аккуратно екінші бетіне аударып аламыз. Сөйтіп, екінші жағында қызартып пісіреміз. Мінекей панкейктеріміз дайын, әдемі. Астарыңыз дәмді болсын. Таңғы асқа осылай пісіріп, балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.